Балиден келген соң есімді білмей бір апта төсек тартып ауырдым. Бүгін кішкене есімді жиып, үйдің де берекесі қалмады. Білесіздер, ауырған үйде жылулық болмайды. Балаларымның да мазасы қаша бастады. Өзімді өзім сүйреп тұрып, бүгін балаларыма таңғы шайын дайындап бердім. Балаларымның қуанышында шек жоқ. Ыстық климаттан бірден суық климатқа түскеннен соң ба қатты ауырдым. Әлде аэропортта жақпас бірдеңке жеп қойдым ба, отравление болдым ба білмедім. Шүкір, бүгін есімді жиып, балаларыма тәтті тамақтарын жасап бердім. Енді ертең сабаққа дайындалуымыз керек. Ал Тәуіржан болса, бұл уақытта Москва елінен Таиланд еліне ұшып барады. Маған әрине достық қарым-қатынас ретінде Таиланд еліне де бірге жүр деген ұсыныс болды. Бір жағынан барғымақ келеді, бірақ балаларымды ойладым. Тағы да кетіп қалғаным жарамас деп, бұл жолы қалдым әрине. Ал Тәуіржанға жақсы саяхат болуын тілеймін дос ретінде. Футболки. Очень большой самолет. Боқылмасын да саған? Сондай өп тұр. Кішкене жаурай бастаған сияқтысың ба қалай? Бар. Бар, я, бар. Жорып тұр. Аржақта курткамен тұрып шығарып жатыр ма байлар? Ертең ауыр жүрме. Как көрсетші? Бізге кірсек тәтешкен қырымдақ қояды. Жатам, кешке таман не істейсің? Бірге қыдырып қайтпадық па? Менің үйіме қарай жүрмедік па? Чай ішпедік па? дейді. Тәтешке қоя сал деген соң ғой. Альбинеге бола сыңқылатын жігіттердің қатарынан емеспін мен. Жатақта. Біз қымбат жігіттеріміз, да? Қыздар, жаңа жыл келе жатқаннан кейін енді орын таппай, салон таппай жүрген жандар болса, міндетті түрде бүгін мен тырнағымды және де кірпігімді жасатқан жерге чикса салонға барсаңыздар болады. Бұған дейін де бірнеше рет сіздерге айтқан болатынмын. Міне тырнағымды осылай жасаттым. Объемный кірпік жасаттым. Өте тез, әрі материалдары барлығы өте сапалы. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Алматы қаласында прям центрге жақын, кез келген жерге, кез келген адреске жақын сіздер де барсаңыздар болады. Енді жаңа жыл келе жатқаннан кейін жаңа айтқандай орын таппай қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан ертерек жазылып қойыңыздар. Бағалары енді өте тиімді. Даже аккаунтқа кіріп қарап көрсеңіздер, маникюрдің болсын, кірпіктің болсын, педикюрдің болсын, барлығының бағалары өте тиімді. Сонымен қатар экспресс услугалар да бар. Отзыв қалдырайын десем, Ерсұлтан маған жалпы балдармен сторис түсіру қиын өте. Сол үшін стористен кейде пропадаю. Суть не в этом. Смотрите, достар, менің не айтқым келіп тұр. Летиттен беріп бастағаннан бері бір аптаның ішінде нельзя, балам, нельзя. Бізде негізі Ерсұлтан бір жас 2 айнан ба, примерно сондай уақыттан бастап разные сөздерді қайталайды да бізде. Негізі ата, әже, элементарный қысқа сөздер, бер, дай, сондай сөздерді айтады, как бы, да, давно айтады ол сөздерді. Бірақ соңғы кездері менің байқап жүргенім, ол отпусти, немесе арам-зам-зам деген именно сөздері, гуси-гуси, га-га-га дегенді сөздер, например, да, сондай кішкене сложноватый сөздерді он начал активнее повторять начал, представляете? И сөйлеп жүрген баланың речі мен памяти развивается деген ненге мен көзім жетіп тұр. Мен айтқым келіп тұрғаны, мен миым шаршап кетеді, потому что мен екі жақта екі балам, миымды ашып жүреді, біреу жылайды, біреу бақырады, шыңғырады, айқайлайды, сонымен, короче, мысли улетают. Вот, летитенді беріп бастағаннан бері сөйлеп үйренген баланың памяти мен речті дальше развивать етіп жүрді мынау. Мен байқағаным, потому что ол сондай сложный өлеңнің сөздерін, нелерін, мелодиясын, движенияларын биін активно қайталап, өзінің памятімен өзі жүріп, өзі есіне түсіп кеткен кезде өзі айтып, үйдің ішінесін айтып жүретін байқадымдар. Реально имнаның көмегі тиіп жатқанын мен көзім жетіп жатыр. Бұл, это, знаете, никакое не
никакой, как сказать вам, это реальный искренний мамский отзыв. Отқан адамдар 3 күн ішіп сұрап кететін қандай витамин, чудо витамин деп негізіме айтқан болатын стористе. Мұқият қараған болсаңдар, әрине мұқият слышать ету керек ол жерде. Айтылған болатын, сөйлеп сөздерді айтып бастаған, ол 1 жас 2 айында примерно балам солай сөйлеп сөздер айтып бастады. Бірақ витамин ішкеннен бері активнее, одан да активнее сөйлеп жүр деген сияқты. Түсінбейтін адамға, білмеймін, басқаша қалай түсіндіруге болатынын, сөзім жоқ, шынымды айтсам, настолько кейде адамдар жыныма тиеді, просто охота просто. Честно. Рұқсат өтсіре берсем. Жоқ, мен өзім оны Көкем екеуміз естіп жолдан өтіп бара жатсам, көкем сен сатылып емессің бе деп суретке сеніп жатырмыз азанмен. Азанмен болғанда түсіп кетті. алып бастаймын мен. Былай ғой. Болды, рахмет. Жолыңыз болсын. Аман болыңыз. Рахмет сізге. Достар, короче, тірліктерді бітіріп үйге келдік. Інім екеуміз аяғымызға аяқ киім алдық. Ертең футбол болады бұйырса. Кешке бір жақсы видео шығады. Білесіңдер, активныйларға өзім сыйлық тарататын болам. Сол үшін кіріңдер, поддержка беріңдер. Мен де сендерді құр қол. Аха, жағаласын, мұнауызки. Кешке құр қалмаңдар,